Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс әскерінің арсеналындағы ең өлімге әкелетін қарулардың бірі одақтастардың логистикасына нұқсан келтірген және батыс одақтастарының жеңісіне шығын келтіре жаздаған U-boat сүңгуір қайығы болды. Бұл сәтті кеменің көптеген нұсқалары болды. Олар АЯ типті шағын кемелерден V типті жұмысшы аттар деп аталатындарға дейін. V типті сәтті болғанына қарамастан, Германияның жоғарғы бас қолбасшылығы ұзақ сапарлар үшін ұзағырақ қашықтыққа ұшатын кемеге ие болғысы келді және 1930 жылдары ұзағырақ қашықтыққа ұшатын үлкенірек кеменің дамуы басталды. Нәтижесінде 9А, 9В, 9С және 940 сондай ақ 9D типті қоса алғанда көптеген қосалқы нұсқаларды қамтитын 9 типті класс пайда болды. Олардың ішіндегі ең танымалдарының бірі 1944 жылы ақш әскери теңіз күштерінің операциялық бөлімшесі басып алған U-505 ұшағы неміс әскери техникасын жақсырақ түсінуге мүмкіндік берді. 9С типті ұшақтың ұзындығы 76 метр, ені 6,76 метр және Каннара мұнарасының биіктігі 9,4 метр. Оның толық ығысуы 1,8 тоннаны құрады. Ал жер үсті жағдайында кеменің тартылуы 4,7 метрді құрады. Қозғалтқыш жүйесі және пайдалану сипаттамалары 9 типті C класс теңіз кемесі ретінде жасалған және осылайша ол алдыңғы үлгілермен салыстырғанда қосымша 43 тонна жанармайдың арқасында 10 тораптық круиздік жылдамдықпен 13,4 теңіз миліне дейін жүре алады. Кеме максималды қуаты 4 ат күші болатын 9 цилиндрлі дизельді қозғалтқыштармен жұмыс істеді. Ол су бетіне шыққанда 9 түрі 18 түйінге немесе 21 миль сағ жылдамдыққа жетуі мүмкін еді. Бірақ бұл сирек жасалды, өйткені ол жанармайға көп шығынды қажет етті. Дәл осы жерде тоқтаңыз. Маған World of Warships'ті неліктен жақсы көретініміз туралы айтып беруіме 1 минут уақыт беріңіз. Сонда сіз Simple History'ге YouTube-тегі тарихи мазмұнның тірі көзі болып қалуға көмектесесіз. Отабатыс пайда болады. World of Warships ойынының соңғы нұсқасында сіз американдық эсминец Самсонды немесе Годзиллаға немесе Цептикондарға қарсы шайқаста шынымен қажет тарихтағы кез келген басқа кемені қабылдай аласыз. Немесе шыны кемені қосты. Бұл World of Warships бізге Браво кодын пайдаланыңыз және дублондарды, несиелерді, премиум есептік жазбаның жұмыс уақытын және тегін жеткізуді қоса алғанда тегін сыйлықтардың үлкен бастапқы жинағын алыңыз. Машина бөлмесі кемедегі ең жағымсыз орын болды. Өйткені бұл бөлімдегі температура Фаренгейттің 100 градустан жоғары болуы мүмкін. Дизельді қозғалтқыштың жұмыс істеуі үшін тұрақты ауа ағыны қажет болғандықтан, сүңгуір қайық сонымен қатар қозғалтқыштың дәл артында орналасқан су астында пайдалану үшін бірнеше электр қозғалтқыштарын пайдаланды. Бөлме, олар 2 метрлік аккумуляторлық батареяларға қосылған және 7,7 түйінге дейін жетуі мүмкін. Немесе су астындағы жылдамдығы сағатына 9 миль және шамамен 1 ат күші болатын. 9 типті кеменің максималды сүңгу тереңдігі 230 метр немесе 755 фут болды. Тағы біраз және сыртқы қысым кемені басып қалады. Қару жарақ жүйелері 9 типті негізгі қару жарақпен жабдықталған 6,22 дюймдік торпедалық түтіктер болды. Олардың төртеуі кеменің тұмсығында және екеуі артқы жағында орналасқан. Бұл 7 типтен бір артық. Толық тиелген кемеде 22 торпеда болған. Кейбір 9 класындағы сүңгуір қайықтар су астындағы миналарды орнатуға арналған арнайы жабдықпен жабдықталған, бірақ олардың көпшілігінде, соның ішінде U-505-те бұл мүмкіндік болмаған. Сондай ақ 9C-де көптеген жер үсті қарулары болды. Каннара мұнарасының дәл артында 20 мм зениттік зеңбірек орнатылған мұнараға қосымша Винтерджардың платформасы болды. Одан әрі артқы жағында палубаның өзінде 37 мм зениттік зеңбірек орнатылуы керек еді. Бұл одақтастардың әуе күштерінің үнемі өсіп келе жатқан қауіптерінен қосымша қорғаныс. Каннара мұнарасының алдыңғы жағында 9 класындағы кемелерде 105 мм зеңбірек орнатылған. Оны торпедасыз шағын кемелерге қарсы қолдануға немесе мүгедек жауды жоюға болады. Каннара радиоқабылдағыштар және басқару пункттері палубалық зеңбіректерді орнатумен қатар Каннара жер үсті бақылау палубасы ретінде де пайдаланылды. Суға батқан кезде 9 типі басқару мұнарасына қосылған перископтардан құтылды. Оның орнына басқа үлгілерде жиі кездеседі. Мұнараға су астындағы бақылау үшін жұп перископтар орнатылды. Кеменің ортасындағы канордан баспалдақпен түсу басқару мұнарасына кеменің жүрегіне апарады. Мұнда рөлдік басқару, тереңдікті басқару, навигация, су төгетін сорғылар және басқа клапандар станциялары орналасқан. Басқару кабинасының дәл алдында радио және сонар кабинасы орналасқан. Бұл жерде шифрланған хабарламаларды жіберуге және қабылдауға мүмкіндік беретін кеменің байланыс жабдықтары. Соның ішінде кеменің Enigma компьютерлері орналасуы керек. Бұл бөлімде достар немесе жаулар болсын. Басқа кемелерді анықтауға мүмкіндік беретін кеме сонары да бар. 9 типті экипаж кабиналарында
Стандартты экипаж 49-дан 54-ке дейін матростар мен офицерлерден тұрды. Дегенмен басып алу кезінде Ю-505 бортында 59 адам болған. Бұл адамдарға арналған тұрғын үйлер орын тапшылығына байланысты шектеулі болды. Бортта небәрі 35 төсек орын болған. Сондықтан экипаж ыстық тұру деп аталатын процедурадан өтті. Онда ұйықтайтын орындар кезекшілікке кім келгеніне және одан шығатынына байланысты кезектесіп ауыстырылды. Жеке өмір болған жоқ. Өйткені ұйықтайтын бөлмелер кеменің бүкіл ұзындығы бойынша өтетін жолдардың бойында орналасқан. Кезекші теңізшілер ұйықтап жатқан жолдастарының жанынан өтіп бара жатқан. Алдыңғы және артқы торпедалық бөлімдер де ұйықтайтын орын ретінде пайдаланылды. Бірақ торпедалар атылмайынша кейбіреулерін пайдалану мүмкін болмады. Бұл бөлмені босатты. Бұл айлақтарды ұрыс қимылдары кезінде де бір жаққа қоюға тура келді. Өйткені олар ұшыру түтіктерін тиеуді қиындатты. Алдыңғы торпеда бөлмесінің дәл артында тұрақты төсектері бар. Кіші офицерлер үшін жағдай сәл жақсырақ болды. Капитанның төтенше жағдайда, қажет болған жағдайда басқару бөлмесі мен радио бөлмесінің жанында орналасқан тұрақты ұйықтайтын орны да болды. Оның да шегінуге мүмкіндігі болды. Өйткені капитанның кабинасы кеменің қалған бөлігінен пердемен бөлінген. Дәретхана керек, жарақтары және гигиена кеменің алдыңғы және артқы жағында орналасқан. Екі дәретханасы болды. Саяхаттың бірінші бөлігінде ер адамдар үшін жағдайды қиындату үшін олардың біреуі қолжетімсіз болады. Өйткені бұл орын азық-түлік сақтайтын орын ретінде пайдаланылады. Бұл тағам таусылғаннан кейін ғана дәретхананы мақсатына сай пайдалануға болады. Type 9C немесе кез келген басқа сүңгуір қайықтың бортында жүзуге немесе кір жууға арналған құралдар болмаған. Дене иісімен күресу үшін дезодоранттар қолданылған, бірақ олардың әсері шектеулі болды. Ер адамдар 3 айдан астам уақыт бойы жуынбауға мәжбүр болды. Ал киімдері лас болды. Өйткені оларда шұлық пен іш киімнен басқа қосалқы киімдер болмады. Тұщы суды тек ішуге және тамақ дайындауға пайдаланған, сондықтан қырыну мүмкін емес еді. Ұзақ сапардан кейін ер адамдар лас және ретсіз көріністен басқа ұзын сақалдарын көрсетеді. Галерея және тамақ тоғыз сығыласындағы кемеде бір адамға арналған галерея болды. Онда аспаз офицерлер кабинасының артқы жағында орналасқан экипажға тамақ дайындайтын. Азық-түлік барлық қолжетімді жерлерде. Соның ішінде ванна бөлмелерінің бірінде кереуеттердің астында сақталды. Тіпті төбесіндегі құбырларға ілініп тұрды. 12 тоннаға жуық азық-түлікті сақтауға болады. Негізінен консервілер, өйткені сақтау мерзімі шектеулі болды. Дегенмен ет пен көкөністер сияқты кейбір жаңа өнімдер шағын тоңазытқыштарда сақталады. Бірақ олар кеменің ылғалды атмосферасында өте тез көгеріп кетеді. Кемелер бірінші кезекте әк, лимон және басқа цитрус жемістерін тасымалдады. Олардың құрамында С дәрумені көп. Бұл ұзақ сапарлар кезінде үнемі қауіп төндіретін цинга ауруының алдын алу үшін қажет. Ю-505 ұшағын басып алған кезде бортта 100 фунттан астам шоколад болған. Дизельдік бұлардың тұрақты әсерінен тағамның дәмі жанармайға ұқсайды. Бұл экипаждардың диеталарын дизельдік тағам деп атауына себеп болды. Тұщы суды күніне шамамен 63 галлон тұзды су зауыты қамтамасыз етті. Бұл су ішуге және тамақ дайындауға, сондай-ақ электр қозғалтқыштарындағы суды ауыстыруға арналған. Шомылатын және кір жуатын су туралы әңгіме болған жоқ. Тоғыз теңіз типіндегі Legacy 54 ұшағы соғыс кезінде белсенді қызметте болған. Мексика шығанағында суға батқан жалғыз сүңгуір қайық Ю-166 деп белгіленген 9 класындағы сүңгуір қайық болды. Осы сыныптағы басқа қайық Ю-505-ті 4 маусымда ақш-тың жедел күштері басып алды. 1944 жы басып алғаннан кейін кеме Бермуд аралындағы корольдік әскери теңіз күштерінің базасына сүйретілді. Қазір ол одақтастардың сенімді қолында болғандықтан ол жан-жақты зерттелді және оның көптеген техникалық мүмкіндіктері американдық суасты қайықтарының болашақ жобаларына әсер етті. Оның құпиялары ашылғаннан кейін 505-ші ақш әскери теңіз күштерінің оқу-жаттығу нысанасы ретінде дерлік пайдаланылды. Бірақ оның орнына әкесі Джон Галлери, әйгілі Чикаго азаматы және кемені басып алған жедел топтың жетекшісі капитан Дэниэл Галлеридің ағасы әскери теңіз күштерін кемені сыйға тартуға көндірді. Соғыс мемориалы ретінде Чикаго қаласы бүгінгі күнге дейін Ю-505 ғылым және өнеркәсіп мұражайында көрсетіліп, жұртшылыққа әскери техниканың осы кереметін жақыннан